أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарам жамағат. Алла тағала қасиетті Рамазан айында тілеген тілектеріңізді, ізгі амалдарыңызды, ниеттеріңізді қабыл етсін иншалла. Рамазан айы өзгеру айы. Сол өзгерістердің бірі біздің мынау сөйлеу мәнерінде, сөйлеу әдебінде де өзгерістер болу керек. Яғни адамның сөйлеу барысында кететін тілдік қателерінен баршамыз арылуға тырысуымыз керек, құрметті бауырлар. Біз өткен сейсенбінің дәрісінде мынау адамның тіл кесапаттарының бірі дөрекі сөйлеу, балағат сөзін айту, сол секілді адамның өзінің күнәларымен мақтану жайында сөз еткен болатын. Жалпы бұл адамның жеке өз үшін, жалпы айналадағы қоғам үшін қаншалықты зиян екенін біз айттық. Сонымен қатар Құран аяттарындағы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріндегі кейбір мәселелерді жеткізген кездегі бір әдеп өте сондай сол жан-жақты түсіндіріліп сіздерге иншалла жеткізілді. Бүгін де Құдай қаласа, Алла бұйыртса, иншалла тілдің кесапаттары жайында, тілдік бір қателіктер жайында сөз етеміз. Енді бұл жерде осы сөйлеу әдебі тақырыбындағы біздің тақырыптарымыз көбінесе тілдің кесапаттары жайында. Әлбетте адамдар тілдің кесірінен, тілдің зиянды тұстарынан, тілдің қателіктерінен егер адам ада болса, содан емделсе, содан егер сол нәрсені егер қайталамайтын болса, ол әлбетте адам сөйлеген кезде өте дәмді, дәйекті сөйлер еді. Бүгінгі тақырыбымыз, құрметті бауырлар, тілдің бір үлкен кесапаттарының бірі, тілдің бір қателіктерінің бірі әзіл мен келекенің шеңбер жайында. Жалпы әзілдеу жайында, әзілдеген кезде соның кей кезде біз шеңберін білмей жатамыз. Жалпы алған кезде, енді бұл тақырыпқа кірмес бұрын адамды күлдіру, жалпы адамның жүзінен бір күлкі келтіру, оның өзі бір ислам шариғатында, дінімізде бір құпталған амалдардың бірі. Егер ол дұрыс жолда жұмсалса, тіпті пайғамбарымыздың хадисінде келеді, егер бір адам, бір мұсылман дейді, екінші бір мұсылман адамға күлімдеп амандасса, оның өзі бір садақа дейді. Шынымен қарап отырсақ, мысалы, жай бір амандасыңыз да, күлмей амандасыңыз да, егер сізге бір күлімдеп амандасса, сізге бір сыйлық бергендей әсер боласыз да, сондай бір қуанып қаласыз, ішіңіз елжіреп, сол бір адамға деген бір неңіз, бауырмашылдығыңыз, бір жақын сондай бір сезіміңіз оянады да сол адамға қатысты. Яғни шынымен адамды күлу деген нәрсе, күлудің де үлкен бір негізінде бір қаруда, негізінде қару деген кезде қарудан бұрын адам үшін бір үлкен қажетті нәрсе. Сөйлеген кезде адамның жымиып, сондай бір адам жүзінде, бет әлпетінде сондай бір күлкінің лебі сезіліп сөйлейтін болса, ол әлбетте сөзінің қабылдануының өзі, ол бір екінші адамға ол нәрсенің мәліметтің жетуі де жеңілдейді, әрі тездетіледі. Енді мынау әзілдің түрлеріне келетін болса, жалпы әзіл деген нәрсе шынымен егер орнымен әзілдесе, тамаққа қосылған тұз секілді, егер межеден асып кетсе, егер сол мөлшерден асып кетсе, оның мәні болмай қалады. Яғни адамды араздыққа, адамды бір ренжуге, сол секілді екі адамның арасындағы бір қарым-қатынастың бұзылуына апару мүмкін, егер әзіл дұрыс жөнімен, орнымен қолданылмаса. Мысалы, әзілдің түрлері бар. Әзілдің қандай түрлері бар? Мысалы, өзіңнің қарапайым жұбайыңызбен әзілдейтін әзіл бар. Яғни жұбайыңызбен әзілдейтін әзіл, ол әзілмен сіз басқа бір адамдармен әзілдемейсіз. Яғни өзіндік бір шеңбері бар, ол шеңберден шығып кетпеуіңіз керек. Тіпті жұбайыңызбен әзілдейтін кейбір әзілдерді бала шағаңыздың көзіңізше әзілдемейсіз. Яғни ол өзіндік бір межеде әзілдейсіз. Сол секілді бала мен әкенің арасындағы бір әзіл бар. Яғни баланың әкемен арасындағы әзілі, бала өзі бала болып қалу керек, әкелік образын жоғалтып болмау керек. Яғни сондай бір әзілмен әзілдеу керек. Сол секілді шәкірт пен ұстаздың арасындағы әзіл бар. Басшы мен қарамағындағы адам, қызметкердің арасындағы әзіл бар. Яғни әзілдің түрлері өте көп. Бірақ қандай түр болса да, сол шеңберлерден біз алыстап кетпеуіміз керек. Шеңберлерден аттап өтпеуіміз керек. Сол шеңберге қатты мән беруіміз керек. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде, жалпы пайғамбарымыздың хадистерінен бастайтын болсақ, жалпы бір адамды әзілдеген кезде, бір адамды әзілдеу барысында бір адамның үрейін ұшыру, бір адамды қорқыту, үркіту секілді бір әрекеттерге бармау керек. Кезінде пайғамбарымыздың кезінде бір сахабалардың арасында, жас сахабалардың арасында бір-бірімен әзілдемекші болып, біреуі екіншінің аяқ киімін тығып қояды.
аяқ киім тығып қойған кезде ана білмейді оны тыққаны, жоғалтып алдым деп жаңағыдай үрейленіп уайымға салынған кезде пайғамбарымыз бұл әрекетін ұнатпаған да сол адамның. Сол кезде былай деп айтқан екен: егер де кімде-кім мұсылманның бұл дүниедегі мұсылманның үрейін ұшыратын болса, қияметте Алла оның үрейін ұшырады дегенде, яғни шынымен мұсылманның үрейін ұшыруға біз ешқандай хақымыз жоқ, яғни екінші бір адамның үрейін ұшыруға. Сол үшін жаңа бір әзілдеген кезде осындай тұстарға қатты мән беру керек. Яғни бір адамды кей кезде болады, бір нәрсені біз айтамыз, ол адамды жаңа қорыққанына кей кезде бір ауруға ұшырап қалуы мүмкін, немесе жаңағыдай бір жүрегінен жаңағыдай бір денсаулығы нашар адам болатын болса, денсаулығында бір ақау келуі мүмкін. Басқа да бір әрекеттерге жаңағыдай ашулану барысында ашуланып жаңағыдай бір артты қайғылы бір нәрселерді жасап қоюы мүмкін. Яғни сол үшін әзілдеген кезде де оның артын ойлап әзілдеу керек. Мынау жалпы сосын әзілдеген кезде тағы бір мән берілетін нәрселер, мынау адамның түр түсі, адамның жаңағыдай жаратылыс келбетіне қатысты әзілдеу. Мысалы, бір адамның, яғни Алла Тағаланың қалауымен адамдар әртүрлі жаратылады. Біреуі көркем түрде, біреуі жаңағыдай орташа түрде, біреуі жаңағыдай негізі қандай жаратылыс болса да Алланың ол өте көркем түрде жаратылғанда негізінде біз сондай сезімде болуымыз керек. Яғни бұл жердегі айтпағым, адамның жаңағыдай кейбір адамдардың бойы ұзын болуы мүмкін, біреулер қысқа болуы мүмкін, біреулер жаңағыдай сәл басы үлкендеу болуы мүмкін деген секілді. Жаратылыс әртүрлі. Сіздің, яғни бір адамды екінші бір адамның жаңағы сыртқы келбетіне қарай отырып келемеждеуіңіз, әзілдеуіңіз, яғни ол дегеніміз сіз Алланың жаратылысымен әзілдеп жатқаныңыз деген сөз. Бұл әзіл емес, бұл әзілден кейінгі келекету тақырыбына кіріп кетіп жатыр, телекету шеңберіне кіріп кетіп жатыр. Яғни бұл дегеніміз, яғни ол адамның ашуына, адамның жаңағыдай сізге қатысты ренішін тудыруы мүмкін. Кей кезде мынау құрдастардың арасында жаңа бір әзілдер көпті. Мысалы, мынау құрдас менің немді көтере береді деген секілді. Яғни ол нәрсе, ол мысалы сізге ол білдіртпеуі мүмкін да, бірақ іштей сізге ренжуі мүмкін да. Сол үшін қандай да әзіл болса да адамның сыртқы келбетіне қарап әзілдеу ол орынсыз болып саналады. Құран кәрімде Алла Тағала айтады: «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим» дейді. Шын мәнінде біз адам затты, адам баласын өте көркем түрде жараттық дейді. Яғни сіздің Алланың жаратылысына адамды келе кетуіңіз, адамды жаңағыдай бір сипатына қатысты, бір жаңағыдай жаратылысына қатысты мазақ етуіңіз, ол жаңағыдай сіз Алланың жаратылысына мазақ етуіңіз болып саналады. Өте қауіпті нәрсе да. Енді жалпы мынау дінде, ислам дінінде әзілдеу деген нәрсе өзінің орны бар. Басында айтып өткендей, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның заманында да пайғамбарымыздың өзі де әзілдеген, бір әзілді дер кезінде жаңағыдай әзілдің әзіл екенін айтып, дер кезінде соны ескертіп отырған. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға бір қарт әже келеді. Қарт әже келеді, айтады: «Я Расулулла» дейді, «Я Алланың елшісі» дейді, «Маған бір дұға жасаңызшы, мен жәннаттың тұрғындарынан болайын» дейді, «Жәннаттық болайын» дейді, «Маған бір дұға жасаңызшы» дейді, «Мен бір сондай бір жақсы дұғалар жасаңыз» деген кезде пайғамбарымыз күліп айтады: «Негізі қарт әжелер дейді жәннатқа кірмейді» дейді. Сол кезде анау адамның түрі әлпеті өзгеріп, бір сондай рең бере бастаған кезде пайғамбарымыз күліп айтқан екен: негізінде әр адам сіз секілді қартайған күйінде емес, сондай бір жас өбілжіген жас күйінде кіреді деп пайғамбарымыз сол қарт әжеге басып айтқан екен да. Қарасаңыздар, пайғамбарымыз тек ақиқат нәрсені ғана әзілдеген, яғни өтірік нәрсемен әзілдемеген. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді: адамдарды күлдіру үшін өтірік айтқан адамға нендей өкініш дейді. Яғни кей кезде бір мұндай жағдайлар болады, бір адамды күлдіру үшін, бір адамды жаңағыдай бір әзілдеу үшін кей кезде өтірік айтатын кездер болады. Әлбетте кей кезде мысалы бір әртүрлі бір оқиғалар болуы, бірақ оның алдын ала айтылып, оның негізі жоқ деген секілді айтылып, ескертіп айтсаңыз ешқандай несі жоқ. Ал бірақ мүлдем өтірік әңгімені жаңағыдай бір шындай қылып айтудың өзі, оның артынан күлдіру, ол дінде өте құпталмаған әрекет. Пайғамбарымыз айтқан: нендей өкініш дейді. Қараңыздар, нендей өкініш дейді. Адамдарды күлдіру үшін өтірік айтқан адамға нендей өкініш деп пайғамбарымыз 2 мәрте 3 мәрте айтқан екен да. Яғни бұның өзі бір адамды күлдіру үшін өтірік айту ол дінде рұқсат етілмеген нәрсе екенін көрсетеді. Енді бірнай нәрсе бар. Адамды кей кезде бір адамдар бар, бір екінші сондай бір образға кіреді. Сондай қандай образ? Адамдарды күлдіргі адамның образына. Яғни бұның өзі бұл жақсы бір сипат емес адам үшін. Яғни бір адамды көрген кезде бір күлдіргі, жаңағыдай әрдайым бір әзілкеш секілді бір не қалыптасып қалса сіздің неңізде, сіздің сипатыңызда, ол дұрыс адамның сипаты емес. Мынау бір адамдар екінші бір адамды күлдірген кезде, кей кезде мынау содан бір ләззат алатын адамдар бар.
мысалы бір құрдастарымен отырады, бір адам міндетті түрде сондай бір міндетті бір қызметі секілді екінші бір адамды әзілдеп, соның жаңағыдай бір кемістіктерін айтып отырып, соны бір әзілге қосып отыру, одан бір рахат алғандай секілді. Кей кезде достары келіп оны қолпаштап жүреді. Мына әзілің керемет болды, мынаны қатырдың деген секілді. Яғни ол бір батырлық емес, ол бір мақтайтын нәрсе емес. Ол сондай мақтау айтқаннан кейін ол одан сайын жаңағыдай қанат бітіп ол несіне, мен шынымен әзілді жақсы айтады екенмін деген секілді. Кей кезде одан асыра айтып, ақырында бір өкінішті жағдайларға апару мүмкін да. Сол үшін әзіл деген кезде де өте мұқият болу керек. Енді әзілдің түрлері өте көп. Мысалы енді жай бір бұл жерде түрлеріне кірмес бұрын пайғамбарымыздың тағы бір мысалын айтып өтсе, пайғамбарымыз кезіндегі бір әзілдің, пайғамбарымыз тек ақиқатты ғана әзілдеген жайында. Бірде бір пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бір адам пайғамбарымыз айтады, менің артыңызға мінгестіріңізші дейді, сіздің артыңызға мініп түйеңіздің артына отырайын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, жоқ дейді, мен сені түйенің ботасына отырғызайын дейді. Сол кезде мынау ренжиді, қалай мен түйенің ботасына отырамын деп. Сол кезде пайғамбарымыз күлімдеп айтқан екен, негізі әрбір түйе ол бір түйенің ботасы емес па деп. Яғни түйе бір кезінде түйенің ботасы болған жоқ па деп. Яғни әр нәрсенің бір ақиқатында болғанда пайғамбарымыздың әзілінде. Мынау қарап отырсақ, әзілдің өзіндік белгілі бір шеңберлері бар, шарттары бар. Бірінші шарты ол Алланың дінімен әзілдемеу. Яғни Алланың дінімен әзілдемеу керек дегеніміз, мысалы Алланың мысалы Құранға қатысты бір мәселелерді әзілдемеу, Құранға қатысты әзілдеу, сол секілді Аллаға қатысты әзілдеу. Мысалы кей кезде мынау артық кетеміз деп, жаңа бір әзілдейміз деп артық кетіп жататын адамдар болады. Мынау кейбір әзіл қой нелер бар, әртүрлі жаңағыдай театрлар бар, нелер бар. Кей кезде Алланың даусына келтіріп, жаңағыдай бір Алла болып кейбір адамдар киініп жаңа әзілдеп жататын нелер болады, әзіл кештер бар. Бұның бәрі орынсыз, құрметті бауырлар. Сіз Алланың атынан сөйлеу, Алланың атынан Алланың дінін әзілге келтірудің өзі ол жаңа шариғатымызда қатаң тыйым салынған. Тіпті пайғамбарымызды да әзілдейтін адамдар бар. Пайғамбарымыз сөйткен, пайғамбарымыз бүйткен деген секілді, сендердің пайғамбарларың деп кей кезде жаңағыдай әзілдеп келек етіп жатады. Ол да дінімізде құпталмаған әрекет. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Құл абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун" дейді. "Ла та'тазиру қад кафартум ба'да иманикум" дейді. Қараңыздар. Оларға дейді, демек сендерден Алланың аяттарын және пайғамбарларын келемеждейсіңдер ме дейді. Деп екі жүзділерге айтып жатыр да, сылдау айтып ақталмай қойыңдар дейді. Шынында сендер иман келтірдік деп тек құр ауызбен ғана айттыңдар дейді. Яғни мынау Алланың дінін келемеждеудің өзі ол адамның бір иманының бір иманына шек келтіретін нәрсе да негізінде. Ол шынымен толық әлде иман келтірмегеннің дәлелі. Яғни дінді келек ету, пайғамбарды келек ету, тіпті сахабаларды келек ету. Өйткені сахабалар пайғамбарымыздан кейінгі ең бір ұлық адамдар. Сол секілді мынау мұсылмандарды келек ету, кей кезде мынау біреу намаз оқып тоңқайып жатса, ой мынау қарашы дейді, кәрі шал секілді, кәрі кемпір секілді тоңқайып қалыпты ғой деген секілді, ойбай мынау молдасымақ болып қалыпты деген секілді, бізге ақыл айтатын болып қалыпты деген секілді. Сол секілді мынау әртүрлі жаңағыдай өтірік әзіл әңгімелер бар ғой, жаңағы молдаларға қатысты, дін мамандарына қатысты, дінге қатысты, оның баршасы, құрметті бауырларым, орынсыз. Яғни дінмен әзілдеуге болмайды. Басқа нәрсемен әзілдеуге болса да дінмен әзілдеуге шариғатта тыйым салынған. Одан кейін нәрсе мынау тағы бір шарты тек қана ақиқатпен ғана әзілдеу. Яғни өтірік нәрсені қоспау керек. Сіздің әңгімеңіздің арасына, яғни тек қана ақиқат нәрсемен әзілдеу керек. Пайғамбарымыз басында хадисінде айтып өтті ғой, жаңа нендей өкініш дейді, бір адамды күлдіру үшін өтірік қосып айтқан адам дейді. Яғни бұл өте үлкен күнә болып саналады. Одан кейін нәрсе біреудің жаңа үрейін, ашуын, үрейін келтіретін нәрселер. Үрейін дегеніміз жаңағыдай біреудің ашуына, біреудің жаңағыдай қорқынышына, біреудің уайымына апаратын нәрселер. Мұсылманды уайымдатып қоюдың өзі шариғатта қатаң тыйым салынады. Ол мүлдем әзіл түрінде болса да. Сол секілді мынау мөлшерден асып кету. Яғни мөлшерден асып кету дегеніміз жаңағы әзілдің да өз деңгейі бір аздап әзілдеп, ол жаңағыдай бір адамға әзілдеген кезде егер ол адамға әрдайым әзілдей беретін болса, ол адамды бір ренжітуі мүмкін. Яғни бір әзілдеген кезде де әзіл де бір тұз секілді тамаққа қосылған. Оның деңгейінде ғана әзілдеп, артық кетпей, соның шама шарқынша ғана әзілдей білу керек. Одан кейін нәрсе мынау адамның жағдайынан хабардар болу керек. Мысалы әзілдеген кезде адамдардың арасында бір қайғыға душар болып отқан адамдар болуы мүмкін. Яғни бір жағдайда мысалы жақыннан айырылып отқан адам болуы мүмкін. Яғни сіз сол отырған сол жағдайын ескермей, сіз әзілдеп жүрсеңіз, ол сіздің әзіліңіздің орны емес та. Яғни керісінше ол жерде бір адамды бір келек етіп тұрған секілді боласыз. Сол үшін жаңа әзілдеген кезде де оның мекенінің орнын білу керек. Сол секілді мынау әзілдеу барысында мынау
кей кезде бар, мысалы мекенге байланысты, мысалы намаздың алдында әзілдеу кейбір кезде кейбір жігіттерден байқалып жатады. Мысалы намаздың алдында намаз тұрар кезде бір-бірін әзілдеп, жаңағыдай бір күлкілі бір нәрсе айтып, намазға тұрған кезде ол намаз емес, анау күлкілі нәрсені ойлап, жаңа ойы мүлдем басқа нәрсеге кетіп отырады. Яғни қарасаңыздар, ондай бір құлшылық ғибадат жасалған кезде, мысалы Алланың үйі мешітте, басқа да сондай бір құлшылық мекендерінде сондай бір жақсы құлшылық амал жасалғалы жатқан кезде әзілдеу ол орынсыз амалдардың қатарынан, құрметті бауырлар. Одан кейін мынау әзіл деген кезде тағы бір мәселе, айтылатын мәселе, шарттарының бірі, немесе жаңағыдай өте оны қазір иншалла мынау ненің соңында әзілдің түрлеріне қатысты келген кезде айтамыз. Иншалла мынау әзілдің сол секілді түрлері бар. Әзілдің түрлеріне келетін болса, жаңа әзілдің шарттарын айттық, енді әзілдің түрлері. Мынау адамның лақабатымен әзілдеу. Яғни адамға бір өзінің бір сырт келбетіне, бір мінезіне қарайды да, мынау бір лақап дейді ғой, лақап атайды да, сен осындайсың дейді да, сен бүгіннен бастап қазанбасың деген секілді, сен бүгіннен бастап осындайсың деген секілді. Яғни сонымен бір әзілдеп, сонымен кекету бар да. Құран кәрімде ол қатаң тыйым салынады да. Құранда айтылады: "Вала талмизу анфусакум вала танабазу бил алқаб, би'сал исмул фусуқ бa'дал иман" дейді. Мағынасы, біріңді бірің кемсітпеңдер дейді. Біріңді бірің намысқа тиетін лақабатпен атамаңдар дейді. Егер мысалы ол бір лақабаты, оның бір намысына келетін, егер лақабаты болатын болса, ондай бір лақабат болатын болса, ондай атпен атауға шариғатта тыйым салынады. Егер ол бір сондай бір мынау бір Алланың арыстаны деген секілді лақабаттар бар да, ол бір адамның ашуына тиетін нелер емес, лақабаттар емес. Егер сондай бір Алланың адамның бір мейірімін асыратын аттар болатын болса, ол шариғатта ешқандай тыйым салынбайды. Егер керісінше адамның жаңағыдай абыройын түсіретін атаулар болатын болса, ондай кезде ондай атауларға өте аулақ болған дұрыс. Екінші нәрсе, құрметті бауырлар, мынау адамның кей кезде бір кедейлігін жаңа бетіне басып, жаңа келемеждеу, келекету, мазақ ету, мысалы кей кезде бар, мысалы әсіресе мынау құдалар мен құдалардың арасында кей кезде болатын нәрселер да. Кей кезде бір бай құда мен кедей құдайдың арасында бір кедей құдасы жаңағыдай бір құны төмендеу бір зат әкелетін болса, соны келемеждеп, соны бір айтып отыратын адамдар бар да. Яғни адамның бір-бірінің арасында бір-бірін жаңа киген киіміне қарап, мінген көлігіне қарап, жаңа жеген тамағына соны келемеждеу, оны бір күлкіге айналдыру, ол шариғатта тыйым салынатын өте бір жек көрінішті амалдардың бірі болып саналады. Сосын жаңа жоғарыда айтылғандай, адамның жаратылысына келекету, адамның бір көзі көрмеуі мүмкін, немесе бір аяғы ақсақ болуы мүмкін деген секілді әртүрлі сипаттарын көре отырып, соған келекету, ол да шариғатымызда тыйым салынған амалдардың бірі. Сосын мынау әсіресе мынау біздің қоғамда бір белең алған бір жағдайлар, қазіргі мынау бір-бірін әзілдеген кезде, әсіресе мынау белгілі бір ұлтты әзілдеу деген әзілдеу әрекеті бар да, белгілі бір ұлтты. Мысалы мынау Ресейдегі мысалы чукча ұлты бар да, мысалы Чукоткадағы. Қарап отырсаңыз, сол әзілдің, сол әрдайым әзілдердің көбеюінен қазіргі кезде сондай бір сондай ұлтты көрген кезде адамдардың санасында сондай бір артта қалған, сондай бір ойын жаңа ой өрісі төмен адамның образы қалыптасып қалғанда, ол бір қате нәрсе де, қарап отырсаңыздар. Сол секілді мына біздегі Қазақстанда да мысалы кейбір руларға қатысты, кейбір мысалы Арғын руы бар, Найман руы бар, Қыпшақ руы бар, әртүрлі рулар бар, Адайға қатысты, әртүрлі жаңағыдай бір келеке әңгімелер қазіргі кезде қоғамдық нелерде, әлеуметтік желілерде көбейіп кетті да. Мысалы Найманға қатысты кейбір әзілдер бар. Қарап отырсаңыздар, ол бір егер осындай әзілдер егер жалғаса беретін болатын болса, ол бір әзіл, сондай бір образ сол қауымның, сол бір рудың несіне жаңағыдай санасына, адамдардың санасына сол рух сондай екен деген секілді бір не қалыптасып қалуы мүмкін да. Мысалы айтқан кезде мынау қазіргі кезде кейбір кезде әзілдейді, мынау оңтүстіктің адамдары деген секілді, мынау солтүстіктің адамдары деген секілді, мынау оңтүстіктің адамдары сәл қулау келеді деген секілді. Қарап отырсаңыздар, негізі мысалы солтүстіктің адамдар сәл орыстанып кеткен деген секілді, мынау сәл діннен хабарсыз деген секілді. Негізінде ол егер сондай бір әзілдей беретін болса, ол мысалы солтүстіктен келген адамдарды көрсе болды, ол бір діннен алыс, қазақтың салт дәстүрін білмейтін сондай бір руханияттан жұрдай адам ретінде көруі мүмкін де. Мысалы оңтүстіктің адамын көрген кезде бұл бір қулау, бұдан бір сонымен бір қарым-қатынас жасауға өте бір сақ болу керек деген секілді бір қалыптасып қалуы мүмкін. Яғни өте бір өте бір қауіпті бір нелер да, қауіпті бір әзілдер, қауіпті бір келемеждер. Сол үшін осындай әңгімелерге, осындай келемеждерге өте мұқият болу керек, өте бір сақ болу керек.
әрбір сөзімізге өте сақ болуымыз керек та. Әзілдеген кезде, біреуді келемеждеген кезде әр нәрсенің өзінің орнымен айту, тапқырлықтың өзі мынау шариғатта құпталатын әрекет. Біздің қазақтың нелеріне қарайтын болсақ, мысалы кезіндегі ата бабамыздың, мысалы қазақтың бес шешендерінің сөздеріне қарайтын болсақ, бір-біріне әзілдеулері, бір-біріне басу айтулары, бір-біріне жаңағыдай сөз алмасулары өте бір керемет та, қарасаңыздар, өте бір терең бір мағына жатыр. Сол секілді тағы бір мәселе, бұл жерде айтылатын мәселе, қазіргі біздің қазақтың тойларына қатысты бір айтқым келіп отыр. Қазір біздегі мысалы тойларға келетін болсақ, тойда мысалы ақ жаулықты апаларымыз отырады, ақсақалды аталарымыз отырады. Кей кезде мынау тойдағы кейбір асабалардың мынау осы қарым қатынастары сол жастың ерекшеліктерін мүлдем ескерместен сол әзілдеу, анайы бір әзілдер сондай бізде қазіргі кезде көбейіп кетті да. Ол бір ұлттың, былайша айтқан кезде ұлтқа бір дақ түсіретін нәрсе. Мысалы қазіргі кезде әлеуметтік желілерде, мысалы YouTube желісін егер іздесеңіз, жаңағыдай іздеумен қазақтың тойлары деп іздейтін болсаңыз, неше түрлі жаңағыдай бір орынсыз адам бір қараған кезде бір жиіркенетін бір қойылымдар, жиіркенетін әзілдер көбейіп кетті да. Сол үшін мынау әсіресе асабаларға, әсіресе мына той өткізетін той иелеріне осы тойыңызды өткізген кезде де ол бір сондай бір ғибратты, бір пайдалы, мынау жастарға бір ақыл кеңес айтатындай, сондай бір ертең оны бала шағаңызға, оны немерелеріңізге ұялмай көрсететіндей сондай бір тойлы көріністер болу керек. Сондай көріністерді иншалла біз болып, сіз болып оны қалыптастырмасақ, ол қалыптаспайды. Сөзіміздің соңында мынау қазақтың бес шешендерінің бірі, мынау солардың бір сөзіне бір оқиғасын бір айтып кетсек, Бөлтірік шешен жайында бір әңгіме бар, өте бір керемет тапқырлығы. Сол тапқырлығының нәтижесінде бір әзіл де болса да, ол әзілі ол адамның жүріс-тұрысын өзгерткен бір әзілді. Сол Бөлтірік шешеннің заманында сол бір ауылында бір үлкен жасы егде тартқан бір ақсақал бар екен. Ол ақсақалдың бір әдеті, қазақта бір сөз бар ғой, ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Бір әдеті, бір үйге барса бір нәрсені қыстырып алып кетеді екен. Сондай бір әдеті бар екен. Яғни ұрлықшы. Яғни сондай мүлдем жаңа керек болмаса да соның қалтасына қыстырып ұрлап алып кету, жымқырып кету, оның бір әдетінде бар нәрсе екен. Бір күндердің бір күнінде Бөлтірік шешен бір көрші ауылдан бір тойдан қайтып келе жатады. Қайтып келе жатқан кезде түнде әлгі егде тартқан жаңа ақсақалға жолығады. О, ақсақал, түнде өтіп не істеп жүрсіз дейді. Сол кезде анау сәл бұл нетіп қипылықтап, жаңағыдай сәл ұялғансып, жай жүредім деген секілді сөз айтады. Сол кезде жаңа Бөлтірік шешен біліп тұрды, енді түнде оның жай жүрмейтінін. Ақсақал, арқаңызда бір нәрсе арқалап алған екенсіз, ол не нәрсе дейді. Сосын жаңа амалсызда енді көргеннен кейін, мынау көрші ауылдың қауындары пісіп қалған екен дейді. Көрші ауылдың қауындары пісіп қалыпты, сол қауындарынан бір екеуін әкеліп жатыр едім дейді. Сол кезде анау Бөлтірік шешен айтады, ақсақал дейді, сіз жасыңыз келіп қалды дейді, міне ақсақал болдыңыз, артыңыздан мынау қаншама іні ағаларыңыз еріп келе жатыр, соларға үлгі болудың орнына сіз қалайша мынау ұрлық жасап жүрсіз дейді. Ұялмайсыз ба деген секілді, адамдар көріп тұр ғой деген секілді. Сол кезде анау шал айтқан екен, негізі түнде тас қараңғыда кім көреді дейсің, яғни ол ешкім көрмей тұрған кезде жасап жатырмын ғой деп. Сол кезде Бөлтірік шешеннің несі де, ақсақал-ау, сіздің мынау ақсақалыңыз қараңғы қапас, қараңғы түнде айдың жарығы секілді аппақ болып тұрған жоқ па деп. Сол кезде бұл енді қарап отырсақ жай бір сөз болғанмен де, жай бір әзіл секілді болғанмен де, оның мәнісін түсінгенде ақсақал. Сол кезде айтқан екен, Бөлтірік бөке, мен сіздің неңізді, бұл сөзіңіз маған жаныма қатты тиді, жүрегіме жетті. Енді бұдан бұла қарай мен ұрлық жасамаймын деп ант беріп, одан кейін адам түзеліп, дұрыс жолға түскен екен. Яғни сол Бөлтірік шешен қартайған шағын ақсақалға сақалына ақ кіргенін айтып, сондай бір теңеумен әзіл деген кезде соны өзінің жаман әрекетін тоқтатқан екен, құрметті бауырлар. Яғни әзілдің орны бар деген осы да, міне. Сол үшін қазақта сөз бар ғой, әзілің жарасса атаңмен ойна дейді. Яғни әзілің жарасса ғана атаңмен ойнау керек та. Әзіл жараспаса, онда ойнаудың қажеті жоқ. Яғни әр нәрсенің өзінің межесі бар, иншалла. Алла тағала тілімізді осындай қателіктерден баршамыз сақтасын, иншалла. Бір Рамазаннан екінші Рамазанға дейін осы тіліміздің бір кейбір кесапаттарынан емделіп, келесі Рамазанда құлан таза айығуымызға иншалла баршамызға нәсіп етсін. Алла сіздерге разы болсын.